Тұрмыссал жырларына жар-жар, тойбастар, беташар, саукесер, бата тілек, бесік жырлары жатады. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бесік жыры. Сабағымыздың мақсаты бесік жырының маңызын ұғыну, қазақтың салт дәстүрлері, бесікке байланысты ырымдар және бесік құрылысы, жабдықтары туралы мағлұмат алу. Бесік жыры тұрмыссал жырларының көне түрі. Әлемде бесік жырын айтпайтын халық жоқ. Бесік жырының басты қызметі бесік тербелісіне ыңғайлас сазды әуен, ырғақты сөзбен баланы тыныштандыра отырып, оның жан дүниесі мен санасына ұлттық тәрбиенің алғашқы нәрін сіңіру. Бесік жыры ел арасында ежелден айтылып келеді. Барлық жерде мазмұны мен әуені өзгертілмей орындалады. Бесік жыры ананың балаға деген үлкен махаббатының жырмен көрінісі. Әдемі әуеннің астарында жас баланың дені сау, тәрбиелі, елін сүйгіш азамат болса деген ізгі тілегі бар. Бесікке салу рәсімі толықтай түсінікті болу үшін мына видеоға назар аударыңыздар. Бала адам өмірінің жалғасы. Жас нәрестенің дүниеге келуі отбасы мүшелеріне үлкен қуаныш. Туылған баланың кіндігі түскеннен кейін бесікке салған. Халқымыз қастерлеген бесіктің ең алдымен баланың тазалығына, аяқ-қолы мен денесінің түзу болуына тигізер пайдасы зор. Баланы бесікке салардан бұрын ауылдың жасы үлкен, беделді анасы бесік жабдықтарын орын-орнына қояды. Оң ба? Оң ба? Оң ба? Шашу ретінде алып келген шайлық тәттілері мен ұсақ сыйлықтарын бесіктің түбек байлайтын тесігінен өткізіп, қолын созған әйелдерге тыштыма деп үлестіріп береді. Бесік тойда жас нәресте нағашылар жұртынан әкелінген бесікке бөленеді. Бесік тойға ер адамдар қатыспайды. Бесік той өткізетін жақтың адамдары құдағиларын күтуге қызу дайындық жасайды. Кәрі жіліктен жасалған шүмек баланы тазалыққа және ұзақ ұйықтауына жағдай жасайды. Сәбиді бесікке жатқызған соң атасының шапанын, жібек бұлдар, ат әбзелдері, әкесінің зерлі белбауы, қамшысы секілді заттарды бесік үстіне жабады. Шапан жабуы ер жеткенде халықшыл болуына, ат әбзелдерін жабуы тез өсіп ат үстінде ойнақ салсын, қамшы ел қорғайтын ер болсын деген тілектері болған. Бүгінгі үйренетін әніміз бесік жыры. Әннің сөзін жазып, жаттап алыңыздар. Әлли, 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 ау, әлли, 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 ау, әлли, 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 ау, әлли, 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 ау. Әлди, әлди, балашам, әлдилейді анашаң, бесігіңе жата ғой, тәтті қыға бата ғой, әлди
Әлли, 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 ау, әлли, 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 ау, әлли, 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 ау, әлли, 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 ау. Әлди, әлди, балам-ай, әлдилейді анаң-ай, бесігіңді тербетіп, әлдиіме салам-ай. Әлди, 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 ау, әлди, 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 ау, әлди, 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 ау, әлди, 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 ау. Сақта туған далаңда, тілің салдың саныңда, әлі өсіп ер жетіп, қуантарсың